Біз Айханым екеуміз Сенсейға киім-кешектер қарауға келдік. Примерочныйға кетіп бара жатырмыз. Өзіміз мынандай сұлулықты шалып қалды да, мынау декорға күшті, мынандай вазочкалар интересный. Мыналар свечилар. Мынандай күшті кашполар. Декоративный гүлдер. Жаңағы кашпода мынандай гүлдер осылай әдемі тұрады да подоконникте. Күшті. Мынандай дүниелер бар. Киімнің сыртында еще күшті осындай декоративный нелер бар. Заттар. Мынандай корзиналарды қараңыздар, тоже кашпо бұларда. Мынандай күшті подставка бар екен. Так. Мына деревоны жақсы көретін адамдарға вообще. Мынау подностың бағасы 7990. Қазақтар тостаған деп айтады ғой. Подставка под кружки. Мынандай стакандардың түрлері. Интересно, ана баночкалардың бағасы қанша екен? О, мынандай ыдыстар. Әдемі ма, балам? Иә. Мынандай теркалар бар екен. Еще мынандай ыдыстар. Қазір Sensei Home деген отдела. Мына жақта жаңағындай декоративный вазалар. Бәрі де бар. Мына жерде шағын текстиль де бар екен. Коврики, полотенце. Полотенцелардың мынандай осындай серый, ештеңесіз түрлері ұнайды, бірақ 50-90 деген размер бар ма екен, қарап көрейік. Бізге ұнайды, маған ұнайды сондай нәрселер. Так, мынау қандай размер? Қолым бос емес, еще 30-50. Күшті пудровый цвет екен. Так, Айхони, сен маған көмектесерсің, а, балам? Мынау қанша екен размері? О, ай-ай-ай, қандай күшті нәрсе тауып алдым. 50-де 100, 1690 дейді. Еще мынандай петелькамен. Мен негізі қазір ойым жоқтығын осындай нәрсе алатын. Бірақ мен мынандай дүниенің жанынан текке өтіп кетпеймін ау. Ваннада тұратын орамалдарды жаңартам деп жүргем. Қазір көрем, либо 2 пудровый алам, либо біреу серый, біреу розовый алам. Андағы көрдің бе, ваннаға арналған ковриктер. Мына небір нелер бар. Органайзерлар, бокстар. Ұнайды маған осындай нәрселер. Эстетикалық удовольствие алам осындай дүниелерден. Мыналар да. Мен негізі үйдегі ваннада тұрған нәрселердің бәрі менде пластиковые. Өйткені мен балалардың қауіпсіздігі үшін қатты алаңдаймын. Мен армандап жүрген тағы бір нәрсені көріп қалдым. Мынандай әртүрлі көлемдегі 60 мл, 200 мл-ге дейін. Мынандай күшті қасықтардың наборы бар екен. Подставкалар бар, ыстықтың астына қоятын. Күшті нәрселер бар екен. Лопаткалар әдемі дизайны 990 теңгеден екен. Менде лопаткалар фикстан алған жетеді. Бірақ іздеп жүрген, қарастырып жүрген кісілер болатын болса, мынау қазір көрем, мына корзина для белья қанша екен. Мен негізі балаға примеркаға кетіп баратқан адамым ғой, мынаны көріп қалып көзім жанып кетті ғой. Күшті мынандай. Бір жағынан декоративный, бір жағынан функциональный органайзерлар. О, балапаннан ұстай тұршы, орамалды ұстай тұр. Мынандай ковриктер аяқ астына, мынандай. Көрдіңіздер ме? Ішкі жағы мынандай болып көрінеді. Өте әдемі, маған ұнайды ондай дүниелер. Мына жақта талай дүниелер бар екен. В общем, асықпай келу керек екен. Мына жерде кәдімгі наволочкалардың отаны. Мен әзірге кружкаларға барған жоқпын, осы күні мен кружка деп тауыратын болыппын өзі. О, мынау керемет екен. 45-та 45. О, қазынаны да көрем, ала қаласа. Спальныдағы біздің покрываламыз. Соған күшті келеді екен, я балам? Спальныдағы покрывалдың бетіне.
размері 45-те 45. Мына жерде осындай натяжной жаңағындай на резине простынялар бар екен. Наволочкалардың басқа да түрлері бар екен. Мына, о, мынандай түстері маған, допустим, түсімен неге келеді? Залға. Мынау жастығымен даже. Ой, бәпсімлі, балам, ана түсті ғой заттарым. Балам, помоги маме. Ой, молодец, рахмет. Ал, мына жерге асықпай келу керек екен. Даже жастықтың өзі, мына сыртындағы қалай әдемі наволочкасы бар. Соның бәрі 3390 теңгеден сатылады екен. Күшті нәрселер екен. Сіздерде мен сияқты осындай үйдегі эстетикалық сұлулыққа мән беретін болсаңыздар, өз қалаларыңызда Синсей деген жерге, именно Синсей Home деген отделі бар, соған кірсеңіздер болады. Негізі осы жастықпен орамалды қазір көремін мен, Алла қаласа. Мынандай пуфиктер де күшті, кішкентайларды далаға кіріп шыққан сайын отырғызып киіндіруге 6490 теңгеден. Мынаның сұр түсі болса ойланып көруге болады екен. Кашполардың өзі қандай әдемі, вазалар стильный. Мынандай да ковриктер бар екен 60-90. В общем, осындай обзорларға қалай қарайсыздар негізі? Бүгінгі влогымда осындай сұлулыққа да көңіл бөліп жатырмын. Ал мына жерде мен мына орамалдарды қарауға келдім. Мынау түсті керемет әдемі бежевый түс, теплый. Мынау пудровый түс, мына жерде тоже сондай серый түс күшті екен. Мынау енді темный серый, маған қатты ұнамайды ол. Ал көреміз қазір. Сіздерге мынандай сұлулықты көрсетіп, мынау сүт құйғыштар, қант салғыштар, кружканың да түрлері. Әдемі түрлері. Біз Айхан екеуміз алатын дүниелерімізді алдық. И что вы думаете, полотенце кетті осының ішіне. Сол, еще мына жерде күшті пледтерді көріп жатырмын. Бұлай онша келе қоймайды екен бұл жерге. Бұл жерде осындай дүниелер бар деп ойламайды екен. Бірақ ойымнан шықты көп нәрсе. Біз ары қарай қайда кеттік балам енді? Вайкикиға. Кеттік біз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз Айханым екеуміз Вайкикиға келдік. Детский отделына. Айханым. Ана алдыңды жолын қара. О, мына, что там бояться-то? Балам. А я не боялся. Қазір ана жақтан күшті лосиналар алғанбыз площадкаға кетін. Соған күшті туника мен нелер аламыз, футболкалар аламыз, е балам? Күшті. Топик аламыз. Бұл кісінің арманы топик. Жүре ғой балам. Арманы топик. Мынаха, осы кісінің кепка арман болып келатқан осы кісіге. Кепка депін ғой, шляпа. Өлшеп көр алып өлшеп көр. Екеуі келіп тұрма, давай біреуін. Давай. Кейсусына жерде айна бар. Осы кісінің бүкіл арманы осы тұғын. Котигі бар. Да, еще как сочетается. Ой, молодец. Ұнап тұрма? Көрдің бе, арманыңа қалай келдің, балам? Еще мен ұрсып келатыр, ол кісі шындағанда. Неге анау жоқ, неге күн ыстық деген сияқты. Так. Оның бағасы мынандай ма, балам? 4990 екен. Жақсы. Кеттік, ал біз қараймыз, сосын результатын көрсетеміз сіздерге. Мынандай кісіні танисыздар ма? Вайкикидің примерочныйда тұрмыз. Шляпасында киімді комплект күшті қылып алдық. Что-то балалардың несін түсінбей жатырмын. Мынандай бір топиктерді ұнатады қызым. Мен соны ұнатпай жатырмын. Маған беліңді жауып тұрсын. Сондай нәрселер ұнайды. Мына жерді кәдімгі қолын көтерсе,
белі көрініп тұрады екен. Маған сондай нәрселер ұнамай жатыр. Мындай шорты бар әдемі. Что-то ыңғайсыз көрінеді екен. Мынау күшті екен. Мынада осы екеумізге де ұнап тұр, иә? Осыны аламыз, иә балам? Мам, мынаны алмаймыз ба? Қалай деп ойлайсың? Оны алмай-ақ қояйық па балам? Мынау алайық. Алмай-ақ қояйық, жаным. Ей, жаным сол. Ол қалай сен сосын қолыңды көтерсең ішің ашылады. Мен ондайды қалай добро берем ондай нәрсеге? Мам, просто осындайлар ұнап тұр маған. Осы күшті екен мұны, иә? Иә? Мынау кәдімгі материал, футболканың материалды, ал шалбарының материалы кәдімгі лен. Қаттылау, бірақ түстері бірдей прям. Ертең площадкаға киюге де күшті. В общем, ойланып жатырмыз әлі. Айханның өз киімдерін өзі көтеріп тұр, иә? Бір қолында сенсей, бір қолында Waikiki-дің пакеті. Сама такая довольная, иә? Мына жерде мен сіздерге тағы да обзор жасағым келіп жатқаны. Waikiki-дің ішінде де Waikiki Home деген осындай отдел болады. Біреу білет, біреу білмейді. Тоже керамический ыдыс-аяқтар. Әдемі. Мына қараңыздар. Доскалар. Мынандай әдемі подставкалар. Икеядағыдай. Стаканы. Мына жердің иісі қандай керемет. Күшті. Мына жерде тоже текстиль. Текстильге еще скидка болып жатыр екен 50%. Мыналарды білсек, көруге болады. Так, бұл не екен бізде? Мен түркше түсінбеймін. Так, орысшасында жазылып тұрған жоқ. Покрывалом екен. Мынау вафельный покрывалосымен наволочкама деп түсініп тұрмын. Әдемі екен. Бұны да ойланып көруге болады ахамына. Жастығы 50-70, покрывалысы 160-220. Әр түрлі расцветкалар бар. Так, мына жерде тоже жастықтың сырттары. Декоративный төсекке салғанда. Әдемі екен маталары, натуральный. О, мынандай күшті. Ыдыс-аяқтар тұр. Так. Мына жерде менің махаббатым тұр тағы да. Мынандай плектер. Так. Маған диванға біздің бетіндегі былтыр жай временно деп жауып қойған покрывала ғой, әртүрлі түсті болып тұрған. Соны осындай однотонный әдемі покрывалға айырбастау керек. Мына жерде де кружкалар всякие. Мына двойное дно болып тұратын кружкалар. Мына жерде де наволочкалардың чехолдары тұр екен. Бірақ барлығы шашыраңқы болып тұрғаннан кейін көрсете алмаймын. Шетінен түсіп кететін сияқты. Алып орнына тыға салады ғой. Бір салақ қыздар сондай сияқты болып тұр екен мына жерде әңгіменің бәрі. Так. Алар не нәрселер? Анау жаңа шаш кеп тұруге арналған тюрбандар. Мыналар текстильдер, енді бірақ жиналмай тұр екен мына жерде. Порядок жоқ. Мынау прихваткалар мен қолғаптар. Ана жерден бір орамал, мына жерден бір орамал сатып алып кетейін ба? Так, мына жерде тоже орамалдар. Турецкий тоже жақсы. Размерін көрейік. И салыстыру үшін бағасын біліп кетейік. 1990, 50-80. Так, мынау бірақ полосаты маған ұнамайды. 1790-нан дейді. Мына жерде 3 орамал 30-40-тан 2290 теңге екен. О, мынау не нәрсе? Мынау жарығым күте тұр жаным. Мынау набор екен. Набор екен. Біреуі шағын размері, біреуі үлкен размері. Так, 4000 болған екен, 3000 бағасы. Негізі приятный екен. Шынында әдемі несі бар. Әдемі. Так, біз былтыр осы жерден алғанбыз. Туалет пен ваннада жатқан ковриктарымызды. Бірақ биылдыққа ассортимент жақсы екен. Бағасы 7990. Біз былтыр 4990-ға ма бұрынғы влогтарда айтқам тұғын бағасын. Мынау да приятный. Бағасы. Мыналар скатертер.
рет-ретімен қойылмаған, бір түрлі басы бар, аяқ жоқ болып тұр нәрселері. Көрсетейін десем. Алжапқыштар, әдемі скатерттер. Так, мынаның барлығын білесіздер. Мен просто киімді көрсетпеймін, именно жаңағы хоумға қатысты нәрселерді көрсетемін, үйге қатысты. Так, мына жерде ароматизаторлар, тапочкалар, ковриктер. Сондай екен, 4990. Ковриктің размері қызықтыратын болса, 50-де 60 кішкентайы, үлкені 60-да 100. Жақсы негізі бұл ковриктер. Сосын андай уютный домашний халаттар бар. Жақсы скидкамен тұр екен оларда. Кейін негізі Айханымға алып берем, Алла қаласа. Бүгінгі жоспарымда жоқ бұл. Сосын қалғаны киімдер. Жаңа жаздық коллекциялардың барлығы шығып тұр екен. Енді біз Waikiki-ден қайтамыз. Бұйырса фикс прайсқа барамыз енді. Біле жүріңіздер, осындай Waikiki-дің ішінде Waikiki Home деген. Waikiki Home деген осындай отделі бар. Так, кружка әдемі екен. Бірақ ыңғайсыздау сәл. Ал алған киімдерімізге обзор жасап жатырмын. Мынау Waikiki-ден мынау шалбар, лен сияқты материал. Ал кәдімгі мынау футболканың материалы, бірақ көрдіңіздер ме, матасының расцветкасы прям бірдей, как будто бір полноценный костюм сияқты, негізі бөлек-бөлек сатылатын дүние. Так, 5990-нан шалбары тұрады, ал футболкасы ұмытпасам 3990-нан болдау деймін. Мынау шляпаны прям барған бетте киіп алды ғой. 4990 теңге тұрады. Әдемі образ шықты. Ақыры талқылап, мынау қысқа жаңағы топик дейді ғой, соны алдық. Ішіне майкамен келсін деп алғызым ғой. Условия қойып дегендей. Так, мынау шорты үйге киюге деген сияқты. Waikiki-ден осы 5 затты алдым. Соған 20.950 теңге төлеп шықтық. Игілігіне кисін балапанымыз. Мынау Sensei-ден обзор. Sensei-ден алған затымыз. Мынау набор екен. Осылай 3 штук лосиный. 4590 теңге тұрды. Сутегін ғой енді қазіргі бағалармен салыстырған кезде. Сосын үйге де жаңағындай басқа бір әдемі футболкалармен сочетать етіп, биге де киюге ыңғайлы. Ертең площадкаға да киіп жатса, үстіне туника киіп. Өйткені Қарағандыда сондай бір ыстық ауа райы бола қоймайды. Көбіне жел болып тұрады, салқын болып тұрады деген сияқты. Ал мынау кәдімгі летний прям күшті жазғы цветтермен, горчичный несімен, сердечкасымен. И мынандай шорты алдық, джинсовый. И өте былай матасы қалың да джинсылар болды. Мынау жұқа. Айсұлтанға осы магазиннен тоже футболка кездесті, футболка алдым. Және де бағана өздеріңізге обзорда көрсетіп жатқан мынау орамалды алдым 2 штук. 50-де 90-де даудим размері. Өте күшті, кәдімгі гостиницаларда болатын орамалдар бар ғой, солар сияқты. И минималистичный. На жерінде ғана бір осындай ғана несі бар, узоры. Так, қалған жерлерінде жоқ. Еще плюс андай петелькасы мен ол мені ұтты. Ваннаға алып қоюға керемет нәрсе. Сол Sensei-ге ұмытып қалдым, бір 15440 па сондай теңге жұмсап шықтым. Осының барлығына. Sensei-де скидкалар тоже жақсы болып жатыр. Бірақ біздің алған киімдеріміз олар скидочный киімдер болған жоқ. Ал мынау болса фикс прайстың заттары. Так, мынау ыдыстың өткен жолы көрсеткем, овальныйын алып, шайдың заттарын салып жүрген. Мынау енді жаз бойы салат үзілмейді ғой, Алла қаласа. Сол салатница тура сондай узормен күтіп жүрген. Үйдің маңайындағы фикс прайсқа бірнеше рет барғанда бұл болмаған. Қазір осы басқа жаққа барып, киімдерді алған жерде фикс прайста бар екен, ойланбастан алдым. Мынау какао, балалар ішіп жүр, постоянно натуральный состав, ешқандай да бөтен нәрсе жоқ құрамында. Кокосовые чипсы жайып на пробу көруге алып жатырмын. Үнемі осы папия деген жаңағындай полотенцені алып тұрамыз. 4 штуга. Нандай форма алдым печеньеге, бұрыннан қарап жүрген болатын. Тоже маңайдағы фикс прайстарда болмаған, ана жақта болды. Ертең бала шағамызбен осылай
жұмар болып, күшті болып печенье пісіретін боламыз. Қыс бойы пісіреміз, сол кезде форма болмай қалады бізде. Ал енді мынау проблеманы шештік. Енді мынау носки деген, салфетка дегендер ол расходник сияқты ғой. Мынау Айханымға носки алдым. Және де өткен жолы осындай лапша алғам, Цезар деген, Цезаро дей ма? 500 граммдық. Мынау негізі Қазақстандікі екен. Халал деген сертификаты бар. Өткен жолы алғам, куриный жаңандай лапша жасадым. Осыны қосып керемет болды ғой. Жаңа Айханым сразу мынаны алып жатсам, айтады: "Мама, өткендегідей лапша жасайықшы" деп, куриный. Мұны қараңыз, итальянский технология бойынша дейді. Қазақстанда жасалған дүние. Бұның барлығын фикс прайстан алдым. Фикс прайсқа 5550 теңге жұмсап келдім. Осындай бүгін покупкалар болды. Көрсетіп жатқан себебім, осылай балаларға өздеріңізге алып жатсаңыздар, жаңағындай бір ой болсын, ой салсын, сіздерге себеп болсын деп, осы жерде де осындай нәрсе бар екен ғой деген сияқты сіздерге подсказ болсын деп жатырмын. Мен кешкі асқа балалардың қалауы бойынша наггетс пісіріп берейін деп жатырмын қолдан. Так, бұл жерде тауықтың филесі, соны өзім мариновать еттім. Адыгейский тұзбен паприка қостым. Сосын балалар жейтін болғаннан кейін кішкентай ғана бір зубчик чеснок қостым. Сосын осы наггетсті пісіру үшін мясо деген сөзді жинауымыз керек екен. Яғни мука, сосын яйцо, сухари и обжарить деген сөз. Сәл ғана май құйып, осылай қазір қуыратын боламыз. Сосын керек болып жатса, тағы да майды добавить етіп отыруға болады. Мынадан біраз шығады, енді қазір результатын көрсетем ғой. Айханым айтады: "Только маған гарнирге не нәрсе керек дейсің?" Гарнирге не нәрсе керек саған? Пюре жасайын ба? Макароны жасайды. Кейде мен макароны істеп жатырмын дегенде адамдар ойлайды: "Сен балалар макароннан басқа еш нәрсе жемейді екен" деп. Мен көбіне балалардың өзінің қалаған нәрсесін жасап беруге тырысамын. Сен же, мен же деп уговаривать еткенше балалардың өздері жегісі кеп отыру керек. Ал кеттік. Ал рабочий процессімді көрсетіп кетейін. Мына әлі кішкене бар. 2 партия пісіріп қойдым. 3-ші партия пісіп жатыр. Макароным дайын болып қалды. Қазір душылаққа салып шайып алатын болам. Сол осымен күшті кешкі ас дайын болады. Қазір салат дайындап жіберем. Балалардың компоты дайын тұр. Ал құрметті менің жақсыларым, егер де осы влогымды, осы видеоға дейін көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Себебі келесі жаңа влогтарым шыққан кезде алғашқылардың бірі болып тамашалайтын боласыз. Егер де видеоларым, сіздерге айтып жүрген ақпараттарым, көрсетіп жүрген видеоларым, оның ішіндегі өзіңіз алып жүрген идеялар ұнап жүрген болса, лайк басып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып кетіңіз. Ал егер де сұрақтар туындап жататын болса, міндетті түрде комментарийға сұрақтарыңызды жаза кетіңіз. Мен оны келесі влогтарда көтеріп жауап беретін боламын. Мына жерде кешкі астан кейін бағанағы тастап кеткен киім-кешектердің барлығын реттеп жатырмын, жууға дайындап жатырмын. Сол үшін алдын ала барлық этикеткалардың барлығын қиып, жаңағы бүкіл ақпарат жазылып тұрған биркаларды қарап, оқып, меры предосторожности дегеннің барлығын жаңағыдай танысып жатырмын. Оң жақ қолым жақтағы үйіліп тұрған киім-кешектер мен орамалдарды бірге жуа беремін. Ал сол жақтағы тұрған, маған сол жақта тұрған шортыды джинсовый, оны қолмен бөлек жуамын. Негізі мен осы сенсей мен Уайкикиден бұрыннан киім-кешек алып жүрген адаммын. Маған Уайкикидің киімдері осы кішкентай баланы бірінші күннен бастап жаңағындай үйге, ойынға, тіпті на выходта алуға болатын киімдер көп. Солардың сапасы өте ұнайды. Әсіресе мынау кнопкасы бар, замок бар нәрселер болатын болса, шынымен киім өзі уақыты келе тозып қалуы мүмкін, бірақ замогы мен кнопкасы осы ең соңғы күнге дейін жаңа до последнего киім тозып қалғанға дейін істеп тұратын несі ұнайды, сапасы. Бізде Айханым сенбі, жексенбі күндері неге үйірмеге барады, бидің және сурет салудың. Ол каникул уақытында да ала бұйыртса оған бара беретін болады.
Ал дүйсенбі күні Айханымда 5 маусымнан бастап лагерь басталады. Соған енді дайындық жасап жатқан. Таңертең киімдерін өтектеп беретін болам. Биге бара жатқанда. Сол менің видеом осымен аяқталды. Менің каналымда болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.